Қатын үш түрлі болады дейді. Біріншісі сыйлаумен қатын болады. Екіншісі қинаумен қатын болады. Нағыз қатын сол қатын болар, әр нәрсені ойлаумен болады дейді. Қатын десе әйелдер қауым ренжімеңіздер. Қатын деген алтын деген сөз. Қарақадилар дәуірінде ордаға кіре алған әйел затын хатун деп атаған. Бұл атау уақыт өте келе қатын атауын өзгерген. Алтын деген мағынада. 6 ай болмай атыңды мақтама, 1 жыл болмай қатыныңды мақтама. Жасаулы деп, малды деп байдан алма. Кедей қызы арзан деп құмарланма. Ары бар, ұяты бар, ақылы бар, ата-ананың қызынан ғапыл қалма. Жақсы әйел мен жаман әйелдің парқын осы өлеңнен ақ біліп аласыз. Жақсы әйел бойын түзеп сылақтайды, өз байынан басқаны ұнатпайды. Үйіне мейман келсе қош келдің деп еш адамнан рұқсат сұратпайды. Жаман әйел байымен ұрысады, мейман келсе қабағы тырысады. Бұл үйге қонған менде оңбассың деп мейман байқұс басқа үйге жылысады. Әйелің жақсы болса дәулетіңе жөн келтірер, әйелің долы болса күнде өлтірер. Атадан жайсыз туған бала болса атаға үйде жұтқан сөз келтірер. Жақсы әйел айтқан сөзді кектей қоймас, осал жігіт әйелге беттей қоймас. Долы қатын қабаған ит сияқты ер жігіттің түбіне жетпей қоймас.